Сәлем достар, Дресс-код арнасының кезекті шығарылымына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздердің назарларыңызға сәнді шолу рубрикасының 3-ші бөлімін ұсынбақшымыз. Әйгілі итальяндық сәни Emporio Armani атақты дизайнер Джорджо Арманинің бастамасымен 1981 жылы құрылған болатын. Брендтің символы оң жаққа қарап тұрған бүркіт эмблемасы бостандықты және де мықтылықтың белгісі. Emporio Armani классикалық және casual үлгідегі киім шығарумен танымал, және бұл бренд премиум сегменттегі брендтердің бірі. Оған себеп әрбір аксессуарларда, әрбір киімдерде премиум сападағы фурнитуралар, маталар және де тігістің қолданылуы. Emporio Armani бренді тек әйелдер мен ерлерге арналған киімдермен шектелмейді. Одан бөлек аксессуарлар, аяқ киімдер және де көзілдіріктерді де шығаратын бренд түрі. Бүгінгі біздің сәнді шолу айдарында осы брендтің киімдеріне сіздер үшін полностью обзор жасайтын боламыз. Сіздерге қызық болады деген үміттеміз. Ал қазіргі таңда бұл магазинде көктем жаз 2026 жылғы коллекция ұсынылған. Мына жақта бізде әйелдерге арналған киім, ал мына жақта бізде ер адамдарға арналған киім. Және де бұл бренд өзінің киімдерінің универсал, сонымен қатар әдемі, бірақ ең комфортты киім болғаны үшін көп сатып алушылардың таңдауына айналған. Бұл брендтің ДНК-сы қою көк түс. Қою көк түс ер адамдардың да, әйел адамдардың да коллекциясында жиі кездесетін түстердің бірі. Жалпы көп адам біле бермейді, Armani ол әртүрлі сегментке бөлінеді. Ең бастапқы ол Couture, Armani Privé, одан кейін Giorgio Armani бренді ол люкс сегментіндегі бренд, одан кейін Emporio Armani бұл премиум сегменттегі бренд, және де көбісі осы тұста шатыстырады. Armani Exchange бен Armani Emporioның қандай айырмашылығы бар дейді. Armani Exchange ол middle сегменттегі бренд, одан бөлек бізде EA7 деп аталатын бренд бар, ол спорттық үлгідегі киімдер жасайтын бренд. Одан бөлек неше түрлі получается бөлімдерге бөлінеді. Осы бренд Armani Jeans, Armani Underwear және де тағы да басқа. Осы айырмашылықтарды білсеңіз, сіз шатыспайсыз, себебі көп адам шатыстырады. Және де ол сегменттеріне қарай. Жасалу үлгісі, киімдердің моделі, киімдердің түстері, оның сапасы да барлығы айырмашылығы бар. Бұл брендтен сіз 2026 жылғы трендтегі киімдерді таба аласыз. Соған қарамастан Armani өзінің концепциясын ешқашан жоғалтпаған. Giorgio Armani сән әлеміне үлкен үлес қосқан атақты дизайнерлердің бірі. Ол 1934 жылы Италияда дүниеге келген, туғаннан бастап осындай сәнге деген, әдемі киінуге деген қызығушылығы ашылған, себебі оның анасы тігінші болған. Осылайша есейе келе Giorgio Armani әлемге әйгілі брендтің ұсынады, және маған ең қатты ұнайтын концепциясы ол әдемілікті және комфортты тең ұстаған адам. Оны мысалы әрбір киімнен көруге болады. Егер осы джинсыны қарастыратын болсақ, өте сондай әдемі, бірақ бұны біз күнделікті өмірде әртүрлі аксессуарлармен үстіңгі киімдерді ауыстыру арқылы байланыстырып, үйлестіріп кие аламыз. Одан бөлек егер осы джинсыға каблукты қоссақ, және де әдемі бір блузаны қоссақ, бұл бір кештерге арналған киімге айналып шығады. Сол үшін де кез келген зат бұл жақта универсальный, сіз бір рет алып, оны әртүрлі үйлестіре отырып, әртүрлі мақсатта кие аласыз. Бүгінгі айдар барысында бізде бірінші рет Аршынгүл моделі болады. Және де давайте бірінші образ құрамастан бұрын қандай мақсатта, қандай киімдер болған қалайсыз? Қазіргі таңда енді жазғы мезгіл келе жатыр. Соған байланысты мен өзіме өте бір ерекше және де ыстықтатпайтын деп айтады ғой. Ыстық кіргізбейтін сондай бір ашық түстес киімдерді киіп көргім келеді. Так, онда давайте былай жасайық. Сіз студентсіз, сол үшін сізге университетке киетін бір киім, және де бір кештерге сондай бір нарядный дейді ғой, сондай бір образ. Одан кейін бір қалай айтсам екен, қандай образ хотите? Үшінші образ. Күндізгі
қыдырыстарға арналған. Иә, қыдырыстарға арналған делік, иә, сондай полунарядный киім жасайды. Так, енді бастайық. Не? Я деп кетті ғой. Осы шақтарына бексіз қойып. Давай, 1, 2, 3. Бастайық дейміз. Давай, 1, 2, 3. Бастайық. Алғашқы образ Аршынгүлдің айтуынша оның жаздық бір күнделікті бір шығып, қыдырып, қайтқанға арналған образды құраймыз. Ол үшін менде бір идея болып тұр. Мынандай поплиннен жасалған жейде. Жағасы қызық. Мынау жаға, кстати, шаль деп аталады. Жоқ, шаль деп аталмайды, қазір айтамын. Бұл жағаның атауы гуру. Гуру жағалы жейде. Осыған Нила Лайла коллекциясынан осы белдемшені. Так, жейде күнделікті сандали қалай? Размерің қандай сен? 38. 38-нан размерін қарайық. 37 екен. Думай, саған келеді? Иә, келеді. 36 екен. Давай, осын алайық. Сосын бір андай акцент жетіспей тұрған секілді. Сумка, кстати, осы сумканы аламыз. Телячья кожадан жасалған, натуральный, былғарыдан. Осынан, сосын осыған бір подцвет, бір орамал таңдайық. Қандай? Бежевый түсті. Бізде мұна сосын Emporio Armani'да осындай түстегі орамалдар, шарфтар ұсынылған. Так, мынаған көк түс келмейді, я, мына палитраға. Мына жақта қызыл не бар екен, осыны алайық. Как раз бәрі подцвет болады қазір. Все. Вау, найс. Бізде бірінші образ дайын, достар. Қазір көретін боламыз. Енді Аршынгүл ол университетке арналған образ құрауды сұрады. Сол үшін де мен осындай заттармен құрастырдым. Достар, осымен біздің Emporio Armani брендіне жасаған разборымыз ұнады деген ойдамыз. Және давайте Аршынгүлден сұрайық, сізге осы брендті киімдері қалай екен? Бірінші рет танысып жатсыз, былай қарап тұрсақ. Қалай болды образдар, экспириенс жалпы? Emporio Armani брендімен негізі бірінші таныс емеспін. Бұрыннан бері таныспын. Және де бұл брендтің киімдері өте сапалы екеніне қазір көзім жетіп отыр. Достар, осылайша біздің шығарылымымыз ұнаған болса лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Сіздер үшін көп сәнді шоу айдарларын болашақта түсіру ойда бар.
каналыбыздан тікелей кетіңіздер. Я достар, сонымен қатар өздеріңізге ұнайтын брендтердің атауын комментке қалдырып кетіңіздер, және де біз туралы қалдырып кетіңіздер.